Тұр. Бастаңыз. Тыңдасаңыздар сөздің шындығы керек дейді. Мынау білімсіз ұлтты дейді. Биліктің басқару оңай дейді. Сондықтан қазақ азаматтары мынау. Біздің қазақ сонда білімсіз болып қалғанымыз ба? Бұлайша ақмақ бұл. Сондықтан кішкене ақыл естерін жинаңдар мынау қазақтар. Ақылдымын деп әлгі миым істейді, басым істейді деп отырмаңыздар. Ақылдарыңыз бар болса болашақты ойлап, ертеңгі күнімізді ойлап, мынандай билікке, митингке шығыңыздар. Басқа амал жоқ бізде. Мынау жас балаларды өлтіріп жатқан үкіметті кішкене қарсы шығу деген болу керек. Сол айтам. Рахмет. Бастаңыз. Көңіл айту. Көңіл айту. Все, прекратите разговор. Тихо. Тихо. Тишину помалим. Ту машину. Көңіл айту. Құрметті қазақ елі. Қайғырып отырып көңіл айтамыз. Кеше 10-шы күні сағат түнгі 11-лер шамасында Астана қаласында өрімдей жас жігіт 17 жасар Жанболат Ағаділді пышақтап кетті. Жанболат белгілі марқұм белсенді Дулат Ағаділдің ұлы. Өзі аз қазақты билікте отырған ұрылар мен қарылар қашанғы қыра береді. Жұмылы көтерген жүк жеңіл демекші, бірігетін күн туды. Бірігіңдер, біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Бір қазақ, мың қазақ, ұйықтай беруге уақыт жоқ. Билікте жалмауыздар, қазақтың жаулары. 15 ноябрьде билікте отырған председатель Совета Безопасности Нұрсұлтан Назарбаев мына Масимовты орнына қояйын деген сөз бар. Оны біз жібермеуіміз керек. Масимов ол Қытай менен Россияның агенті Нұрбану кличкасы. Оны келдірмейміз. Дұрыс. Ұйықтамаңдар. Билік. Қазақстан ояныңдар. Оянбаған халық құл болады, не жоқ болады дейді ғой Ататүрік. Жаңадан қатарымызға бағанадан 25 адам қосылды. Ертең осы жерде жиналамыз таңертеңді. Таңертең сағат 10-да келіңіздер Масанчи 55-ке. Жақсы. Халық енді. Қазақ елі ертең енді келіңіздер, бастарыңызды көтеріңіздер. Үйдің жайын, кредиттің жайын, бала шағаның жайын бәрін тастаңыздар. Біреудің баласын, әкесін өлтіріп, артынан ұлын өлтіріп, бұл мына ұйғыр мен жоңғардың қазаққа бетіне түкірген түкірігі, сендер ешкім емессіңдер, міне білгеніміз жасаймыз, бізде билік, бізде күш деген. Халық күш, халық билік болу керек. Кішкене үндеріңізді шығарып, кішкене мен дегендеріңізді оятып, біздің қатарымызға қосылыңыздар. Осының бәрі мына қазақтың ер азаматтарының өзінің отанына бейжай қарағандығынан өстіп мыналар басынып отыр. Әр шыққанда 5 мыңнан, 10 мыңнан халық шығатын болса, онда бұндай қайғы қасірет ешқандай отбасына түспес еді. Шығыңыздар қазақ халқы. Жақсы. Сіз де сөйлейсіз ба халқыңызға? Міне кішкентай нәрестемен келіп тұрсыз. Не айтасыз? Айтпайсыз ба?